Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары, геометрия пәнінен 4-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасының 4-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Оқушылар, егер қажет болса, каналымда жалпы нұсқасы және 1-ші, 2-ші, 3-ші нұсқасы бар. Және геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар, 7 тапсырма беріледі. 1-ші тапсырмада градустық өлшемі 120 градусқа тең доғаның ұзындығын табыңыз, егер шеңбердің радиусы 12 сантиметр болса. Доғаның ұзындығын табу үшін оқушылар, берілген бұрышты 360 градусқа бөлеміз, яғни толық бұрышқа бөлеміз де шеңбердің ұзындығына көбейтеміз. 2 пи рге көбейтеміз. Альфа бізде 120 градусқа тең, бөлеміз 360 градусқа, көбейтеміз 2, көбейтеміз пиді, радиус мінеки 12 тең. Сонда оқушылар, мұндағы 120 мен 360 қысқарады, мұнда 3 болады, мұнда 1 болады. 2 көбейтеміз 12-ні 24 болады, 3-ке бөлетін болсақ 8 пи болады. Жауабы 8 пи болады және мұндағы Д нұсқасына сәйкес келеді. Келесі 2-ші тапсырмада дөңес төртбұрыштың бұрыштарын табыңыз, егер олар 3, 8, 9, 10 сандарына пропорционал болса. Оқушылар, дөңес бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын табу формуласын қолданамыз. 180 n азайтылған 2 деген формуланы қолданамыз. Бұл бізде дөңес көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын табу формуласы. Енді бізде 3, 8, 9, 10 деген сандар қандай да бір санға қысқарған. Ол санда біз x деп аламыз. Сонда 3x қосылған 8x қосылған 9x қосылған 10x тең болады. Мұнда бізде 4 бұрыш берілген, 180 n орнына 4-ті қоямыз, азайтылған 2 деп аламыз. 3-ке қосамыз 8-ді 11 болады, 9-ды қоссақ 20 болады, 10-ды қоссақ 30 болады. 30x тең болады. 4-тен 2-ні азайтамыз 2 болады, көбейтсек, яғни 180-ге көбейтсек 360 болады. Сонда x тең болады 360 градусты бөлеміз 30-ға, сонда x тең болады 12-ге. Енді оқушылар, бізде қысқарған саны 12 екен, мына сандарға жеке-жеке көбейтеміз. 3-ті көбейтеміз 12-ге 36 болады. 8-ді көбейтеміз 12-ге 96 болады. 9-ді көбейтеміз 12-ге 108 болады. 10-ді көбейтеміз 12-ге 120 болады. Сонда оқушылар, дөңес төртбұрыштың ішкі бұрыштары 36 градус, 96 градус, 108 және 120 градус екен. Бәрін қосқан кезде 360 градусқа тең болу керек. 3-ші тапсырмада дөңес n бұрышты көп бұрыштың бұрыштарының қосындысы оның сыртқы бұрыштарының қосындысына тең n-ді табыңыз, яғни қабырғалар санын табамыз. Дөңес көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын табу формуласы 180 көбейтілген n азайтылған 2 тең, ол тең сыртқы бұрыштарының қосындысына, яғни сыртқы бұрыштарының қосындысы бізде 360 градусқа тең. Сонда n азайтылған 2 тең болады 360 градус бөлінген 180 градусқа. Сонда n азайтылған 2 тең болады 2-ге, n тең болады 2 қосылған 2-ге, яғни 4-ке тең болады. Жауабы дөңес n бұрышты көп бұрыштың қабырғалар саны 4-ке тең екен. Оқушылар, келесі 4-ші тапсырмада дұрыс үшбұрышқа іште сызылған шеңбердің радиусы 6 см, үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. Оқушылар, өздерінің суретін салып қойсаңдар болады. Ең алдымен шеңбердің радиусын табу үшін үшбұрыштың қабырғасын табуымыз қажет. Яғни тең қабырғалы үшбұрыштың бір қабырғасын табуымыз қажет. Ол үшін 2-ні көбейтеміз
іштей сызылған шеңбердің радиусына және көбейтеміз. Тангенс 180 бөлінген 3-ке. Орнына қоямыз, екіні көбейтеміз 6 сантиметрге. Көбейтеміз тангенс 60 градусқа. Тангенс 60 градустағы мәні түбір асты 3-ке тең, сонда 12 түбір асты 3 сантиметр болады. Енді үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табамыз. Ол үшін R3-ті тауып отырмыз. Ол үшін үшбұрыштың қабырғасын бөлеміз. 2 синус 180 бөлінген 3-ке. Үшбұрыштың қабырғасы 12 түбір асты 3 сантиметр. 2-ні көбейтеміз синус 60 градусқа. Екіні көбейтеміз, синус 60 градустағы мәні түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Мұндағы 2 мен 2 қысқарады. 12 сантиметр болады. Сонда үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 6 сантиметр болса, сырттай сызылған шеңбердің радиусы 12 сантиметрге тең болады. Келесі 5-ші тапсырмада радиусы 42 сантиметр болатын шеңбер дұрыс 6 бұрышқа іштей сызылған дұрыс 6 бұрыштың периметрін табыңыз. Оқушылар, мінекей, бізде дұрыс 6 бұрышқа шеңбер іштей сызылған. Егерде дұрыс 6 бұрышқа шеңбер іштей сызылған болса, шеңбердің радиусы қаншаға тең болса, оның қабырғасы да дәл сол мәнге тең болады. Ал енді периметрін табу үшін қабырғасын 6 бұрыш болып тұр ғой, 6 қабырғасы болады. Қабырғасын 6-ға көбейтеміз. Сонда оқушылар, радиус тең болады 6 бұрыштың қабырғасына, яғни ол тең болады 42 сантиметрге. Енді периметр табу үшін, яғни 6 бұрыштың периметрін табу үшін 6-ны көбейтеміз бір қабырғасына. Сонда 6-ны көбейтеміз 42 сантиметрге, тең болады 252 сантиметрге. Осыны 2 метр 52 сантиметр деп алсақ болады. Енді оқушылар, 6-ші тапсырмада АКС үшбұрышының 2 медианасы КЕ және АБ Е нүктесінде қиылысады. Оқушылар, медианасы КЕ болса, ол Е нүктесінде қиылыса-алмайды, яғни бұнда біз H нүктесі деп аламыз. Егер HBE үшбұрышының ауданы 6 см квадрат болса, SBE үшбұрышының ауданын табыңыз. Оқушылар, мінекей, есептің берілгені бойынша есепке қарап осылай суретін салып аламыз. Мұндағы бізде HBE үшбұрышының ауданы 6 см квадрат. Бізге табу керек мына үшбұрыштың ауданын. Оқушылар, мұндағы мінекей бізде HBE үшбұрышының ауданы, мұндағы мінекей HAK үшбұрышының ауданымен салыстырған кезде олардың ұқсастық коэффициенті 2-ден 1-ге тең болады. Ал мұндағы HBE үшбұрышы мұндағы HAK-ға қатынасы 1-дің 4-ке қатынасымен бірдей болады. Сонда біз HAK үшбұрышының ауданын есептеп аламыз ең алдымен. Сонда ол 24 сантиметрге тең болады. Енді оқушылар, медиананың қасиеті бойынша үшбұрышқа мінекей осылай 3 медиана сызылатын болса, осы үшбұрыштың ауданын табу үшін мұндағы бір үшбұрыштың ауданын тауып 6-ға көбейтетін болсақ, осы толық үшбұрыштың ауданы шыға келеді. Енді мұндағы HAK үшбұрыштың ауданы мұндағы мынау бөлікпен бірдей болады. Яғни мұнда мынау былай медиана сызатын болсақ, мына бөлік мұндағы 1, 2, 3, 4 және мұнда сызылады ғой, 5, 6 бөлік барлығының мәндері, яғни аудандары бірдей болады. Енді біз мына ауданды таптық. Мына аудан табу үшін мына жердегі ауданнан, яғни HAK үшбұрышының ауданынан мұндағы HBE үшбұрышының ауданын азайтамыз. Сонда мінекей 24 см квадраттан азайтамыз 6 см квадратты. Сонда үшбұрыш SBE, яғни SBE-ның ауданы тең болады 18 см квадратқа. Келесі оқушылар, соңғы тапсырмасы суреттегі дөңгелек сегменттің центрі О,
және радиусы 6 сантиметрге тең, яғни ОБ мен ОМ радиустары 6 сантиметрге тең, және оқушылар мұнда өздерін көріп отырғандай үш бұрыштың қабырғалары болып тұр. Қабырғалары да 6 сантиметрге тең, және бұрыш БОМ, мұндағы мына бұрыш бізде 120 градусқа тең. Сегменттің ауданын табыңыз, яғни мұндағы бойылған бөліктің ауданын табу қажет екен. Ол үшін оқушылар мұндағы сектордың ауданын табамыз, үш бұрыштың ауданын табамыз. Бір-біріне азайтсақ, мұндағы бойылған бөліктің, яғни сегменттің ауданы шыға келеді. Ең алдымен жаңа айтқандай сектордың ауданын табамыз. Сектордың ауданын табу үшін πr квадратты бөлеміз толық бұрышқа, көбейтеміз альфаға. Енді орнына қоятын болсақ, пиді көбейтеміз, радиус бізде 6-ға тең, квадраттаймыз, бөлеміз 360 градусқа, көбейтеміз, альфа бізде 120 градусқа тең. 120 мен 360 екеуі де қысқарады, мұнда 1 болады, мұнда 3 болады. 6-ның квадраты 36, 3-ке бөлеміз, сонда 12 пи болады. Енді үш бұрыштың ауданын табамыз. Үш бұрыштың ауданын табу үшін, яғни мұндағы біз БМО үш бұрыштың ауданын табамыз. Ол үшін 2-ден 1-ді көбейтеміз екі қабырғасына. Мұндағы қабырғалары МО және БОЕ-де, және көбейтеміз олардың арасындағы бұрышқа, яғни синус 120 градусқа көбейтеміз. 2-ден 1-ді көбейтеміз 6 сантиметрге, көбейтеміз 6 сантиметрге, көбейтеміз 120 градусқа, яғни түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. 6-6-ны көбейтеміз 36 болады. 36 мұндағы 4-ке бөлсек 9 болады. 9-ды түбірасты 3-ке көбейтеміз. 9 түбірасты 3 сантиметр квадрат болады. Енді сегменттің ауданын табамыз. Ол үшін жаңа айттық, сектордың ауданын азайтамыз үш бұрыштың ауданын. Он екі пиден азайтамыз 9 түбірасты 3 сантиметр квадратты. Оқушылар екеуінің ішінде де 3 деген сан бар. Ортақ көбейгішті жақшаның алдына шығарамыз, сонда 4 пи азайтылған 3 түбірасты 3 қалады. Сонда оқушылар сегменттің ауданы мінеки осы өрнекке тең болады. Мұндағы пидің орнына 3,14-ті қойып, ары қарай есептеп жазсақ та болады. Оқушылар түсінбеген сұрақтарың болса комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.